Еуразиялық үштік деп ERG халықаралық компаниялар тобының Қазақстандағы кәсіпорындарын иемденген 3 миллиардерді айтады. Олар Александр Машкевич, Патох Шадиев және Әділжан Ибрагимов. Қазір олардың екеуі өмірден кетіп, Патох Шадиев жалғыз қалған. ERG бүгінде олардың балалары мен өкілдеріне тиесілі. Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы Еуразиялық үштіктің құрған бизнес империясы күйреуі мүмкін бе деген мәселе көтеріпті. Әрі материалда Еуразиялық үштіктің әу баста Қазақстанда қалай пайда болғаны жайлы деректер келтірілген. Үшеуі біздің елімізге қылмыс әлемінің серкесінің батасымен жіберілген екен. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Порталда жарық көрген олигархтың ақыры, Еуразиялық үштік құрған бизнес империя неге күйреуі мүмкін деген мақала талай жайттан хабар береді. Онда былай делінген. Биыл 22 наурызда әйгілі Еуразиялық үштіктің лидері олигарх Александр Машкевич қайтыс болды. Ол Қазақстанның шекарасын аттаған 1994 жылдан бергі 30 жылдан астам уақытта талай қым-қуыт оқиғаның куәгері болдық. Машкевич 1954 жылы Фрунзеде, яғни қазіргі Бішкекте иммигрант еврейлердің отбасында туған. 1970 жылы ол Фрунзеде мектеп бітірген соң Қырғыз мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. 1981 жылы 27 жасында педагогика мен психологияның теориясы мен тарихы деген тақырыпта диссертация қорғап, сол жылы филология факультетінің деканы болып тағайындалады. Егер филология саласын індетіп зерттей берсе, ол атақты ғалым болар ма еді, бәлкім, кім білсін. Алайда Александр Машкевич бизнеспен айналысуға бел байлайды да Мәскеу асады. Кейбір деректер Машкевичтің ғылыммен айналыса жүріп бизнестің Фрунзе көшелеріндегі дәретханалардан бастағанын айтады. Бірақ бұл туралы толымды дерек жоқ. Қолда бар ақпаратқа сүйенсек, ол Горбачевтың қайта құруы кезіндегі дағдарысты өте тиімді пайдаланып, 1994 жылы Қазақстанға келген. Өзі ғана келген жоқ. Патох Шадиев пен Әділжан Ибрагимовты ерте келді. Одан бергідегі Еуразиялық үштіктің ісі көз алдымызда. Олар тез арада сұмдық байыды, жемқорлықпен байланысты шатақ істерге шатылды, кадр мәселесіне де араласып кетті. Бір сөзбен айтқанда, бұл үштік бұрынғы биліктің негізгі тіректерінің бірі олигархияның нағыз мысалына айналып шыға келді. Олигархия көне грек тілінен аударғанда ат төбеліндей ғана топтың билігі дегенді білдіреді. Олигарх мемлекеттік саясатқа ықпалы бар, кадр мәселесіне араласатын және белгілі бір саланы билеп төстеп отырған бизнес лидер. 3 жыл бұрын уақыт көрсетеді YouTube арнасында өзбек кәсіпкері Сәлім Әбдуалиевпен, яғни Сәлімбаймен сұхбат жарияланды. Осы сұхбатта Сәлімбай былай дейді: Қазақстанда бизнес қалай пайда болды? Маған көптеген құрметті адамдар келіп, сіздің елде бизнес жасайық деді. Біз әлі дайын емеспіз дедім. Ештеңе айта алмадым, өйткені біздің сол кездегі президент Ислам Каримов өте қатал еді. Мен оларды Қазақстанға жібердім. Түсініп отырсыз ба? Қазақстанға жібердім. Ол кезде премьер-министр Қажыгелдин болды. Ол бизнесмендер жас еді, арасында қазақтарда, өзбектерде, еврейлер де бар. Қазақстанға барыңдар, өзім бақылап, көмектесіп отырам дедім. Алғашқы үлес $50 миллион болды. Екінші рет кіру $250 миллион. Маған дейін Қазақстанда бизнес болды деп ешкім айта алмайды. Бизнесмендердің бәрін мен жібердім. Маған көп адамдар келетін, аты жөндерін айтпай-ақ қояйын. Бизнесті бастаған ағайынды черныйлар, ал Александр Машкевич, Шодиевтер біздің арамызға өздері кірді. Мен олардың бәріне бірдей қарадым. Өзбекстанның қылмыс әлемінің серкесі атанған Сәлімбайға сенуге бола ма? Біздің ойымызша сенуге болады. Өйткені Сәлімбайдың сөзін қазақстандық кәсіпкер Болат Әбілов Ел Медиа YouTube арнасына берген сұхбатында растады. 1994 жылы күзде Қазақстанға орыс мафиясы келе жатыр деген хабар жетті. Бірден президент Назарбаевқа айттық. Назарбаев үстелді тоқпақтап тексереміз деген. Бірақ көп ұзамай қылмыс әлеммен байланысы бар өте пысық ағайынды черныйлар Қазақстан билігінен қолдау тауып келісім жасай бастады. 1995 жылы көктемде үлкен жекешелендіру басталды. Оған біз де қатыстық. Біз Мұхтар Жәкішев екеуміз Қармет комбинатты алғымыз келді. Машкевичтің Еуразиялық тобы хром, алюминий, темір, көмір кеніштерін алып үлгерді. Сол кезде-ақ ешкім танымайтын Александр Машкевич кез келген сома төлей аламын, мейлі $100 миллион болса да деп мақтанған.
1994-1995 жылдары 100 миллион доллар сұмдық ақша. Мұнша ақшаны олар қайдан алды? 1995 жылы көктемде Мұхтар Жәкішев екеуміз Стамбулдан ұшып келе жатып, ұшақ бортында Сәлімбаймен кездестік. Ол бізге Машкевич, Шодиев, Ибрагимовты білесіңдер ме? Олар біздің адам. Сендердің кеніштеріңді сатып алсын деп әдейі жібердік. Оларға ақшаны біз бердік. Олар бізге жұмыс істейді деп ашық айтты дейді Болат Әбілов. Сонда инвестор Машкевичтер Қазақстанға мафияның ақшасын әкелген бе? Сәлімбайдың сөзіне, Әбіловтің растауына қарағанда солай боп тұр. Сәлімбай Әбдуалиев қылмыс әлемімен байланысы бар өзбек кәсіпкері, жасы 75-те. 2024 жылдың 19 наурызында Ташкент қаласының Мирабад аудандық соты Сәлімбайды қару-жарақты заңсыз сақтаған үшін 6 жылға бас бостандығынан айырған. Биыл қаңтарда ол денсаулығына байланысты түрмеден босатылды. Александр Машкевич өмірден өткеннен кейін ERG-де буын ауысу процесі аяқталды. Бірақ әйгілі үштіктің билікке келген балалар мен өкілдер арасында өзара келісім жоқ. ERG-дің атқарушы директоры, директорлар кеңесінің төрағасы Шухрат Ибрагимов әріптестері Сабир Шодиев және Эдуард Сүрлевичпен тіл табыса алмай жүр. Мәселен, Ибрагимов оларға Еуразиялық банкты сатуға рұқсат бермей қойды. Соның салдарынан Шухрат Ибрагимов, Машкевич, Шодиев отбасы мүшелерімен соттасыпты үлгерді. Бұдан қандай ой түйуге болады? ERG-дің тізгін шылбырын ұстаған үштік Ибрагимов, Шодиев, Сүрлевич арасында бұрынғы Еуразиялық үштік Машкевич, Шодиев, Ибрагимов сияқты өзара түсіністік, ауызбіршілік жоқ. Ал ауызбіршілік жоқ жерде ештеңе де жоқ. Бұл жағдай корпорацияның жұмысына зиян тигізетін сөзсіз. Бұған біз бейжай қарауға тиіс емеспіз. Өйткені ERG-дің 40% үлесі Қазақстанның меншігінде, яғни онда сіз бен біздің үлесіміз бар. Корпорация басшылары арасындағы қазіргі ахуалды Қазақстан үкіметі өз пайдасына шешуге тырысуы керек. Біз мұны бұған дейін де айтқанбыз. Әрине, бұл металл мен ат құйрығын кескеннен қиындау болуы мүмкін. Оның бірнеше себебі бар. Дегенмен, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай мәселені шешуге әбден болады. Бұл жөнінен біздің үкіметтің тәжірибесі жоқ емес. Ол үшін ең алдымен саяси шешім, одан соң батылдық қажет. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.